Бисмиллахиррахманиррахим. Аристотель қоғамды іздіктен бастау керектігін айтып, бірінші ұстаз атанған. Әл-Фараби сол қоғамдық жүйеге тәрбиелі, иманды білімнің қажеттігін айтып, екінші ұстаз атанған. Құран сөзінде білім иманды, имансыз болып екіге бөлінеді. Сол иманды тәрбиелі білімнің бастауы Алла сөзінің ақиқатын бекіту, Алланың бірлігіне иман келтіру. Алланың бірлігіне иман келтіру, ондағы шындыққа көз жеткізу қазақ тілінің танымында ғана жүзеге асады. Сондықтан ислам әлемінде қазақ тілі әлемде ғылыми тілге жатады. Яғни қазақ тілінің танымында Алла сөзінің ақиқатының бірлік сипатын тану. Әл-Фараби бұл ғылымның ашылуын Құдай танулық ғылым деп атап, барлық ғылымның тағат табатын жетер шегі де, шыңы да осы ғылым деп атап, одан кейін зерттеудің ешқандай мән мағынасы жоқ деп анықтама берген. Сонда абай тану, қазақ тану Алланы тану болып шығады. Яғни әлем заңдылықтарын өз атымен игеріп, әлем тыныштығын сақтау. Абайдың өнер алды қызыл тіл дейтін сөзі бар. Абай өз сөзінде Алла сөздің ақиқатынан тұратын күллі әлемге ортақ заң, жерден тіл қарым қатынасы арқылы жүзеге асатындығын айтқан. Алланың елшісі Мұхаммед алейхиссалам өз хадисінде пайғамбарлардың анасы бөлек болғанымен түп атасы бір деген. Алла тағала о баста сол жақсылықтың адам ата періштесін қазақ деп жаратып, адамды оған ізгі жаратқан. Алла тағала соның себебінен пайғамбарлардан әл-мисақ уәдесін қазақ тілінде қабылдап, ондағы өз сөздің ақиқатынан тұратын заңдылықты қазақ тілінің танымында бекіткен. Алла тағала әл-мисақ жаратылысында 124 мың пайғамбардан Мұхаммед алейхиссаламды таңдап, оның дәрежесін Расул Алла деп жоғарылатып өз жанына көтерген. Әлемде Алланың есімінен кейін аталатын есім Мұхаммед алейхиссаламның есімімен оның Расул Алла деген дәрежесі. О баста барлық пайғамбарлар қазақ тілінің танымында Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі деп иман айтып, мұсылмандықты қабылдаған. Қазақта әл-мисақтан бері қазақпыз, әл-мисақтан бері мұсылманбыз деген сөз содан қалған.